Көріңіздер және сақ болыңыздар. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш арқатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Астанада боран, құтқарушылар тұрғындарға үндеу жасады. Астана қаласында 11 наурызда кей уақыттарда қар, төменгі бұрқасын, көктайғақ болады. Осыған байланысты құтқарушылар үндеу жасады. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа қарай ауысады. 112 құтқару қызметі ауа райының нашарлауына байланысты дауылды ескерту туралы SMS хабарлама алған кезде оларға назар аударыңыз. Ауа райы жағдайы мен автожолдардағы көлік қозғалысының шектеулері туралы ақпаратты бақылаңыздар. Дауылды ескерту жарияланған кезде әсіресе қараңғы уақытта алыс жерлерге сапарға шығудан бас тартып, жаяу жүруден аулақ болыңыздар. Қыс мезгілінде сақтық шараларын сақтаңыз. Жеке көлікпен шықпаңыз. Егер қажет болса, қоғамдық көлікті пайдаланыңыз және маршрутыңызды алдын ала жоспарлаңыз. Көшеде абай болыңыз. Боран мен жел көрінуі қиындатуы мүмкін. Жолдар тайғақ болады. Жылы киім, тайғақтан қорғайтын аяқ киім киіңіз. Жылыту жүйесін тексеріңіз. Үйіңізде жылыту дұрыс істемейтініне және отын жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Көшеде ұзақ тұрмаңыз. Аяз бен жел үсік шалуға себеп болуы мүмкін. Төтенше жағдайлар туындаған кезде 101 және 112 нөміріне хабарласыңыздар. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.